Ой, қайтам қазір. Жағдайын сөйлеп кетем. Құда? Құдеке? Құда? Құда? Ой, қалайсың, Лия? Папа қайда, папа? Папа. Көрсең танисың, мындай үрлеу келген, андай тісі аппақ. Папа? Папа. Сол дәтті есімдері масында, сол қақта. Білмеймін. Жоқ па? Ол қақта, бұл жақта да жүр. Құда? Құда? Неге талып жүрсіз? Bir gün демалайыншы. Ұйықтап арқам ауырып кетті. Сосын, ол жаққа барғанда, кіспеңдер. Құда кішкене дем алсын да енді. Папа, мен машинадан қосайын ба? Ана Лияға Қалжаға мал іздеу керекпін. Сосын бір жағынан ауылды да тексеріп келейін. Қалжа? Не ол қалжа деген? Қалжа деген жас босанған келіннің 40 күнге дейін етін жеп, сорпасын ішіп әлденетін тамағы. Соған мал іздеу керекпін. Сіз әуре болмай қойсаңыз, үйде бола беріңіз. Мен барып мал іздеп келем ғой. Қой кетәрі. Тағы да біреудің өлейін деп тұрған арық малын сатып алып, сен ақша жасайсың маған қымбатына. Ойбай, қашан ақша жасадым сізден мен? Әй, сен өткенде құдалыққа 70 мыңға сатып алдың дедің ғой қойды. 50 мыңға сатып алыпсың ғой. Ну, енді одан басқа қашан ақша істедім сізден? Кетші, мотоцикл тастап кет, бар кет. Мотоциклді абайдаңыз. Ходокісі жинап қойғам кеше. Баршы. Осының бәрін қаяқтан естіп қоя береді. Тағы да естіп қойған есі.